Алкил топтары алкан молекуласынан бір сутек атомын алып тастау арқылы алынған атомдардың топтары. Алкил топтарының атаулары сәйкес алканның атауынан алынады. Ол үшін алкан атауындағы ан қосымшасы ил қосымшасына алмастырылады. Осылайша метаннан туындаған алкил тобы метил деп, ал этаннан туындағаны этил деп аталады, және тағы сол сияқты. Құрамындағы көміртек пен сутек атомдарының саны бутандағымен бірдей, бірақ құрылымы басқа көмірсутек өзге қосылыс болып саналады. Сондықтан оның аты да басқа болуы керек. Біз бутан атауына изомер сөзін қоса аламыз. Бірақ біз пентан секілді бірден артық изомері бар алкандар жағдайында не істеуіміз керек? Бұл жағдайда жоғарыдағы әдіс тиімсіз. Сол себепті химиктер органикалық қосылыстардың құрылымына негізделе отырып, олардың жүйелік атауын жасауға мүмкіндік беретін қарапайым ережелерді енгізді. Тармақталған алкандарға келер болсақ, оларды атау үшін ең алдымен көмірсутек молекуласындағы ең ұзын тізбекті тауып алу керек. Мұнда біздің бірнеше мүмкіндігіміз бар, бірақ әрбір жағдайда ең ұзын көміртек тізбегі 3 көміртек атомынан тұрады. Біз көміртек атомының саны ең ұзын тізбектегімен сәйкес келетін қосылысты негізгі алканның туындысы деп қарастырамыз. Сол себепті біздің изомеріміз пропанның туындысы. Осы тізбекке кірмейтін кез келген алкил тобы орын басушы радикал деп аталады. Біз ең ұзын тізбекті түзетін көміртек атомдарын тауып, радикал ең жақын орналасқан көміртек атомынан бастап, көміртек атомдарын нөмірлейміз. Бұл жағдайда көміртек атомдарының нөмірлену тәртібі маңызды емес, себебі радикал әрқашан екінші көміртек атомында болады. Біз радикалдың орнын атауында тиісті нөмірді жазу арқылы көрсетеміз. Енді радикалдың түрін көрсетейік. Біз оның метил деп аталатын алкил тобы екенін көре аламыз. Радикалдың атауын қосып, бутан изомерінің толық атауын аламыз. Қосылыс 2 метил пропан деп аталады. Енді пентан изомерлерінің біріне жүйелік атау беріп көрелік. Барлығын жоғарыда айтылғандай жасаймыз. Ең ұзын тізбек 4 көміртек атомынан тұрады. Сол себепті бұл жағдайдағы негізгі алкан бутан болып табылады. Біз молекуланың бір метил радикалы бар екенін көреміз. Ең ұзын тізбектегі көміртек атомдарын метил тобы ең жақын орналасқан көміртек атомынан бастап нөмірлейміз. Радикалдың орны мен түрін көмірсутектің атауында көрсетеміз. Осылайша бұл пентан изомерінің атауы 2 метил бутан болады. Біз молекуладағы ең ұзын көміртек тізбегін анықтадық. Көрсетілген пентан изомерін алдында үйренген ережелерді қолдана отырып атап көрейік. Біріншіден, біз молекуладағы ең ұзын көміртек тізбегін анықтаймыз. Ол 3 көміртек атомынан құралған, сондықтан бұл пропанға сәйкес келеді. Молекуланың құрамында 2 метил радикалы бар. Сол себепті біз қосылыстың атауына диметил тіркесін қосуымыз керек. Сондай-ақ орын басушы радикалдардың орнын көрсетуіміз қажет. Ол үшін ең ұзын тізбектегі көміртек атомдарын нөмірлейміз. 2 радикалда екінші нөмірлі көміртек атоммен байланысып тұр. Біз мұны атаудың алдында 2 нөмірін 2 рет жазу арқылы көрсетеміз. Осылайша көрсетілген пентан изомерінің жүйелік аталуы 2,2 диметил пропан. Енді басқа қосылыстың молекуласында 7 көміртек атомы бар алкан, гептан изомерінің жүйелік атауын құрап көрелік. Ең алдымен молекуладағы ең ұзын көміртек тізбегін анықтаймыз. Ол 5 көміртек атомынан тұрады. Сәйкесінше бұл жағдайдағы негізгі алкан пентан. Молекулада 2 метил радикалы бар. Сол үшін оған диметил тіркесін қосамыз. Біз ең ұзын тізбектегі көміртек атомдарын ең кем дегенде бір орын басушы радикал ең төмен нөмірлі көміртек атомына байланысатында етіп нөмірлейміз. Сонан соң көмірсутек атауында радикалдардың орнын көрсетеміз. Осылайша гептан изомерінің атауы 2,3 диметил пентан болады. Көрсетілген тармақталған алкандарды атайық. Ең алдымен молекуладағы ең ұзын көміртек тізбегін анықтау керек. Мұнда бірнеше мүмкіндіктер бар, бірақ барлық жағдайда да ең ұзын көміртек тізбегі 5 көміртек атомынан тұрады. Сондықтан да қосылыстың атауы негізгі алкан пентан атауынан туындайды. Біз молекуланың 2 түрлі, метил және этил радикалдарынан тұратынын көріп тұрмыз. Радикалдарды әліпби ретімен атаймыз.
Кейіннен ең ұзын тізбектегі көміртек атомдарын радикалдар ең жақын орналасқан көміртек атомдарынан бастап нөмірлейміз. Енді біз радикалдардың орнын, олар байланысқан көміртек атомдарының нөмірлерін жазу арқылы көрсетеміз. Осылайша біз октан изомерінің 2 метил, 3 этил пентан деген атауын анықтадық. Алкандардың гомологтық қатарындағы барлық қосылыстар түзу тізбектермен сипатталады. Мысалы, бутан өзара дара байланыспен байланысқан 4 көміртек атомынан құралған. Бірақ сондай-ақ 4 көміртек атомы өзара басқа жолмен де байланыса алады. Жаңа молекула құрамындағы көміртек және сутек атомдарының саны нормальды бутан молекуласындағыдай болады. Сол себепті екі қосылыстың да молекулалық формуласы бірдей. С4H10. Алайда екі молекуланың бір-бірінен айырмашылығы олардағы атомдардың байланысу тәртібі мен кеңістікте орналасуында. Нормальды бутан молекуласында көміртек атомдары түзу тізбек түседі, ал екінші молекулада көміртек тізбегі тармақталған күйде болады. Молекулаларының құрамдары, яғни молекулалық формуласы бірдей, бірақ молекуласының химиялық құрылымы әртүрлі болатын заттар изомерлер деп аталады. Молекулалық формулалары бірдей, бірақ құрылымдары сәйкесінше қасиеттері де әртүрлі молекулалардың болуы изомерлену деп аталады. Енді химиялық құрылымы әртүрлі 3 молекуланы жақынырақ қарастырайық. Олардың әрқайсысы 6 көміртек және 14 сутек атомдарынан құралған. Бұл молекулалардың барлығы өзара изомерлер болып табылады.